Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынау қонжық па? Жаңа тақырыптағы жаңа сөздермен таныс болайық. Қатты, твердый, жұмсақ, мягкий, мәшине, машина. Қайталайық. Мынау мәшине. Мәшине қатты ойыншық. Мынау қонжық. Қонжық жұмсақ ойыншық. Тыңда, қайтала, оқы. Менің досым көп. Мен достарыммен ойнаймын. Менің көп мәшинем бар. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Ол әдемі. Аннаның аюы бар. Ол жұмсақ ойыншық. Тыңдалым оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі: мәтінді тыңдайды 1 ұпай, мәтінді оқиды 1 ұпай, мәтінді оқу барысында орфоэпиялық норманы сақтайды 3 ұпай. Жазылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 34-ші бет. Мәтінді көшіріп жаз. Менің мәшинем көп. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Ол ән айтады. Аннаның қонжығы бар. Ол сөйлейді. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі: мәтінді көшіріп жазады 2 ұпай, орфографиялық нормаларды сақтап жазады 1 ұпай, сөйлемдерді қатесіз жазады 3 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.